Tanrı, Құдай аспан, Тәңір. Мешіт деген сөзді сен қалдырдың ғой. Танты, Найман, Ақсүйек, Адай, Қожа, Алдар сол кезде өмір сүрдіңдер ғой. Қазақ сақ, жауынгер, жерді тапқан, өз атымен халық, ұлтты өз атымен атаған, өзін құдаймын деп санаған, қазақ өзін құдаймын деп санаған, ұлттың атымен атын қойған, тілге бірінші жеткен. Не қыл деп тұрсыңдар маған? Құдай, Тәңір, аспан деп, мешіт, молда деп жеткен сөзге сен ғой, Танты. Не қыл деп тұрсыңдар маған? Жоқ, дін ол сендердікі, менікі емес. Құдайға сенім сендердікі, менікі емес. Менікі құдайдыққа сенімділік. Әрбір жанның басында 18% құдайдығы бар. 15% болған 2014 жылда 18 қаңтарда шықты байланысқа, ашық байланысқа. Сонда 3% қосты. Бұлай 1%, бұлай 1%, бұлай 1%. Негіз 5% құдайдығы. Сонда сыртта 6% болып кетті бұлттық. Өз ішінде қазады Құдай, аспан домалақ ғалам. Ішінде мынандай, жанында мынандай көздері бар. Жүрегінде, жанында, басында бүкіл өзі Құдай сондай ең биік күш. 100% ең биік күш. Бүкіл бітпеушілікті жаулап алмақшы. Сондай бұлтты Құдай. 18% әрбір баста бар, әрбір жанда байланыс, жүрек байланысы, махаббат байланысы, жаулық байланысы, білім байланысы, осы байланыс 1%. Түгіместілік байланыс, әділетшілік 99%. Ауасымен 1% байланыс, түгіместілікпен бүкіл Құдайдан өткетеді байланыс. Өткені жүрегі бар Құдайда, жаны бар, ойы бар. Жаман топас байланыспен бәріміз байланыстамыз. Құдай, мешіт, молда, қазақтың сөздері білмейм. Менде сенімділік қайда болсан да, сенімділікті мен Құдайдың шашамын, сөйлеймін, айтамын Құдай үшін. Аумин.